Махамбет Өтемісұлы, бағаналы терек, мен едім шығармалары. Оқу мақсаты көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану, шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу, эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау. Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс 1756 жылы патша жарлығы бойынша қазақтарға қысқы уақытта жайықтың оң жағалауына мал жаюға тыйым салынған болатын. Патшаның бұл жарлығы жайық орыс қазақтарының мүддесі тұрғысынан қабылданғанды. Игельсторм реформасының жүргізілуі барысында қазақтар Еділ мен Жайық арасындағы жерлерге көшіп қонуға патша үкіметінің рұқсат алған соң, кейінірек 1801 жылы ол Қос өзен аралығында Нұралы ханның баласы Бөкей сұлтанның басқаруымен жеке иелік құрылды. Бөкей сұлтан тек 1812 жылы ғана патша үкіметінен хан атағын алып, ол басқарған иелік Бөкей ордасы немесе ішкі орда деп атала бастайды. Бөкей хандығының құрылуы сол кездегі кіші жүздегі саяси экономикалық жағдайдың нәтижесі. Бөкей ордасы құрылғаннан кейін жайықтың оң жағалауына 5000-ға жуық үй көшіп қонса, кейін Орынбор шекаралық комиссиясының себебі бойынша Бөкей хандығының саны 10.235 үйге жеткен. Бөкей хандығының шекарасы бірте-бірте анықталған соң, оның көлемі шығыстан батысқа қарай 350 шақырым, солтүстіктен оңтүстікке қарай 200 шақырым жерді алып жатты. Бірақ бұл жерде қоныстанған қазақтарға патшалық Ресейдің отаршылық саясаты өзіндік зиянын тигізді. Оларға Орал казак-орыс әскерлері жиі шапқыншылықтар жасап отырды. Біртіндеп әскери бекіністер салына бастады. Міне балалар, тарихтағы Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістің туу себептерін сіздер таныстыңыздар. Исатай Тайманұлы кім? Ол 1791 және 1838 және 1836-38 жылдары Батыс Қазақстанда болған халық көтерілісінің саяси көсемі, қайсар қолбасшысы, халық батыры. Кіші жүз байұлының Беріш руынан жоңғар шапқыншылығы кезінде атағы шыққан Ағатай батырдың ұрпағы. Халық батыры Исатай Тайманұлы 1791 жылы қазіргі Атырау облысы Қызылқоға ауданы Тайсойған құмындағы Тайман жалы деген жерге дүниеге келген. Исатайдың анасы Есентемір руының Тағашы бөлімінен. Исатай Тайманұлының төртінші атасы Ағатайдың Тайман Бегәлінің Боқай Ағатай есімі қалмақтарға қарсы соғыста көрсеткен ерлігі үшін Беріш руының ұранына айналған. Исатайдың жастық шағында оған ықпал жасап қамқорлық еткен әкесі Тайманның інісі Жабал Бегәлі ұлы. 1808 жылы Жабал бастаған Бегәлі ауылы Бақсай бекінісі тұсынан жайықтан өтіп, Бөкей ханның қарауына кіреді. Хан орысша сауатты, саясаттан хабары бар. Халық алдында беделді Жабалды Беріш ауылына старшина етіп қояды. Әдебиет теориясы. Балалар, анафора, эпифора. Анафора мен эпифора қайталаудың түрлері. Анафора сөйлеудің әр параллельді элементінің бастапқы сөзін қайталаудан құралатын сөйлеу пішіні. Эпифора өлең тармақтарының соңында бір сөздің тіркесінің бірнеше қайталанып келуі. Бұл қажетті бір ойға, құбылысқа ерекше назар аударып, сөз әсерін арттыру үшін қолданылады. Қазақ өлеңінде эпифора сөздің кезекті қайталау үлгісіне жатады. Тапсырма орында. Бағаналы терек шығармасында қолданылған автордың стиліне мән бере отырып, поэтикалық құрылысына талдау жасаңдар. Мен едім жырындағы қайталау түрлеріне назар аударыңдар. Мұғалімнің көмегімен қайталаудың қандай түрлеріне жататынын талдаңыздар.
Sabağımızды әңгімелесуші серіктестер арқылы қорытындылаймыз. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын. Пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар.